Құрметті қатындар мен мырзалар, сендер тез кино арнасындасыңдар. Егер сендерде уақытты кері айналдырып, өткендегі өмірлеріңді өзгерту мүмкіндігі болса, нені өзгертер едіңдер? Бүгін біздің өміріміздің ремейкі атты аниме көреміз. Сондықтан дәстүріміз бойынша ұртқа құртлақтырыңдар. Сонымен басты кейіпкердің есімі Кёя Хасиба. Ол 28 жаста. Және ірі фирмада программист болып істеген. Сокращениеға түспей тұрып. 2016 жыл. Кёя үлкен қаладан ата-анасының үйіне оралады. Ол студент кезінде суретші болу арманын қумай, бағдарламалауды таңдағанына өкінеді. Кезекте сәтсіз собеседованиядан кейін Кёя көпірде тұрған жас әйелді байқайды. Оның есімі Айко. Кёя оның компаниясына жұмысқа кіреді. Бірақ көп ұзамай компания жабылып, барлық қызметкерлер жұмыстан босатылады. Қараңғы ойларымен Кёя төсекте жатып ұйқыға кетеді. Оянғанда ол мектеп формасын киген қарындасын көріп таңғалады. Киімдермен күнтізбен тексергеннен кейін Кёя 10 жыл бұрынғы уақытқа 2006 жылда тап болған түсінеді. Бірақ бұл қалай болуы мүмкін? Өткенде тап болған Кёя бұл жолы дұрыс таңдау жасап, өмірін өзгертуге ниетті. Ол Анако өнер университетіне түсіп, жатақханаға орналасады. Көп ұзамай Кёя жатақханадағы көршілермен танысады. Аққұба қыз Нанако актриса болуды армандайды. Сораюки есімді бала сценарист болғысы келеді. Және сүйкімді қыз Акишино манга салады. Барлық оқушыларды аудиторияда жинайды. Сөз сөйлейтін Мисаки Кано деген әйел. Кёя соның компаниясында жұмыс істеген бұрын. Жігіт мүмкіндікке қуанып, енді точно өмірімді өзгертермін. Бәлкім жаңа достарымның өмірінде деп ойлайды. Профессор Кано топтық жобаға тапсырма береді. Уақыт тақырыбына 3 минуттық фильм түсіру. Достарын жинап Кёя фильмді темір жол станциясында түсіруді ұсынады. Сораюки одан сыртқа шығуын сұрайды. Оның сценарийінде как раз вокзал суреттелген. Сораюки бұл жай ғана кездейсоқтық деп ойлайды. Көп ұзамай топ фильмнің дайындығына кіріседі. Сонымен бірге топты студенттік клубқа шақырады. Кёя уақытыңды клубқа арнаған дұрыс па деп күмәнданады. Ал Акишино мен Наканоға похуй оның не ойлайтыны. Кёя профессор Каноға сценарийді көрсетеді. Ол оған қай жерін өзгерту керектігін айтады. Сораюки мен бірге Кёя сценарийді қайта жазады. Түсірілім күні басталады. Бірақ Сораюки бейнекамераның орнына суретке түсіретін камера әкелген ғой. Акишино енді ештеңе істей алмайсың дейді. Бұл сөздер Кёяның қытығына тиіп, ол импровизациялап, не бар сонымен жұмыс істеуді ұсынады. Видеоның орнына топ суретке түсіріп, кейін Кёя оларды біріктіріп өңдейді. Фильм аудиторияда басқа студенттерге көрсетіледі. Бірақ бірінші орын профессор Каноның сіңілісі Айкоға беріледі. Сораюки ашуланып, фильмді жақсырақ жасауға болушы еді деп айғайлайды. Бірақ Нанако мен Акишино өз табына қайран қалды. Өйткені олар алғашқы нағыз фильм түсірді. Кейінірек караокеде Нанако Кёяға ән айтқанды жақсы көретін мойындайды. Бірақ ол басқа адамдардың алдында өлең айтатын кезде қатты ұялады. Кёя оған ән айтып берші дейді. Нанако Мейрамбек Беспаевтың алғашқы махаббат әнін орындайды. Алғашқы махаббат. Топ студенттер клубында фильмнің шығуын тойлайды. Кейінірек жатақханаға бара жатып Акишино Кёядан оның көздері неге үнемі жалтылдап жарқырап тұратынын сұрайды. Және мангамен айналысуды тастағысы келетін мойындайды. Кёя Акишиноның суреттерін жақсы көреді және оған бұны ешқашан тастамауды айтады. Кейін топ жағажайға аттанып, Кёя Акишиноның емшектеріне тамсана қарауда. Топ Айко командасымен бірге фильм түсіру деген тапсырма алады. Сораюки фильм жайында Айкомен келіспей қала береді. Кейін Кёя мен Айко тірі кішкентай бала сияқты, бірақ 4-ші курста оқитын Кейко есімді қызбен танысады. Көп ұзамай жаңа команданың фильмі бірінші орын алады. Нанако бұл өзінің рөлін жақсы ойнағанның арқасы деп ойлайды. Бірақ профессор Кано Нанаконың онша емес ойнайтынын айтады және фильм басқа себептермен жеңді дейді. Кейін қалған достармен барлығы жеңістерін караокеде атап өтуге жиналады. Кёя Нанакодан ән айтуды сұрайды. Кенет Айко Нанаконы бычыт актриса болумен қатар бычыт өлең айтады екен ғой деп жамандай бастайды. Нанако қатты ренжіп кетіп қалады. Кейін Кёя Айконы Нанакомен татуласуға көндіруге тырысады. Келесі күні студенттік клубқа Кейко келеді. Жоғарғы оқу орнынан кейін ол компьютерлік ойын жасайтын компания ашқысы келеді. Ол Кёяны жұмысқа шақырады. Бірақ жігіт я деуге әлі дайын емес.
Жатақханада Кёя телефонында алғашқы махаббат трегін қосып, бөлмесіне қамалып алған Нанаконы жұбатуға тырысады. Көп ұзамай анимеде жиі кездесетіндей фестиваль күні келеді. Біздің команда студенттік клубтың адамдарымен бірге тамағы бар будка ұйымдастырады. Кёя мен Акишино бірге серуендеп, сосын суреттер галереясына барады. Бір суретке қарап, Кёя есінен танып қалады. Ол Акишиноның тізесінде оянып, олар сүйісейін деп қалады. Студенттік клуб концерт ұйымдастырады. Әншілердің бірі ауырып шыға алмайтыны белгілі болады. Кёя Нанаконы әншіні алмастыруға көндіруге тырысуда. Қыз халықтың алдында ән айтудан әлі де қорқады. Бірақ Кёя оның ән айтуын интернетке жүктеп, ол көптеген комментарийлер мен лайктер жинады. Осындайды ғой біз сендерден сұрайтынымыз. Нанако сахнада көрермендер алдында күшті өнер көрсетеді. Барлығы оның дауысы мен диапазонының кеңдігіне таңғалды. Нанако Айжан Нұрмағамбетованың «Мен де бойла» деген өлеңді айтады. Кейбір көрермендер тіпті қуаныштан жылайды. Концерттен кейін Акишино Кёяны сүйеді. Оларды Нанако көреді. Оның да Кёяға деген сезімі ояна бастады. Көп ұзамай көршілер Сораюкиді талқылайын деп жатыр. Ол сабаққа бармай көп уақытын басқа істермен өткізе бастады. Акишино мен Кёя үнемі шиеленістерден шаршаған досына алаңдайды. Сораюки оның отбасында барлығы дәрігер екен, және ата-анасы оны медициналық университетке барады деп күткен айтады. Оның орнына Сораюки үйден қашып кетті. Өйткені ол әрқашан сценарий жазуды армандайтын. Енді ол өз бетімен жүргендіктен, оған көп жерде жұмыс істеуге тура келеді. Топ жатақханада жиналады. Кёя ойын жасап шығарып, Кейконың компаниясына сатсақшы дейді. Осылайша олар Сораюкиге қаржылай көмек бере алады. Достар ойын жасап шығаруға белсене атсалысады. Олар шаршағандықты сезінуде. Бірақ достарың үшін не істемейсің, Бір күні общагаға Сайори есімді қыз келеді. Сораюки оны қалғандармен таныстырады. Өйткені бұл туған жерінен келген оның қызы. Бірақ сосын Сайори Сораюкиді өңдей бастайды. Яғни үйіне қайтып, доғдырдың оқуын оқып, оған үйленуге көндіруге тырысады. Достар ойынды жасауын жалғастыруда. Күндер өтіп, каникул басталады. Айко тілімен шығып, Кёяның ойынын жамандайды, және команданың бір жетістікке жететініне сенбейді. Күндігінде общагаға Сайори кеп, күйеу жігітін өңдеуін жалғастырады. Бір күні Сораюки точно үйге қайтпайтын айтады. Сайори көзіне жас алып кетеді. График бойынша оларға дайын ойынды өткізуге бір ай қалғандықтан, Кёя ойынның бір бөлігін өзгертеді. Соның ішінде Сораюкидің сценарийі және Акишиноның графикалық дизайны. Ойынды іске қосатын күн келді. Кёя ойында шығып жатқан ошибкаларды түзеуді жалғастырады. Көптеген ұйқысыз түндерден кейін ойынды бітірді әйтеуір. Команда жобаның аяқталуын атап өтеді. Бірақ бәрі әрине ойынның идеалдан алыс екенін түсінеді. Өйткені олар шектеулі уақытта көп нәрсені үлгермеді. Сораюки өз-өзіне күмән келтіре бастайды. Өйткені оқу барысында және ойынды жасау барысында оның сценарий әртүрлі адамдармен көп рет өзгертілді. Сораюки ойынның жетістігі Кёяның түзеулерімен байланысты деп санап, оқуды тастауды шешеді. Кёя бұлай болғанға өзі кінәлі екенін түсінеді. Өйткені ол 10 жыл артқа қайтып, Сораюкидің тағдырын өзгертті. Жаңбырда Кёя Кейкомен кездеседі. Төсекте оянып Кёя кішкентай қызды көреді. Бұл оның қызы Маки. Қазір 2018 жыл. Оның әйелі Акишино. Кёя басқа уақытта қалай тап болған түсінбейді. Өзінің заттарын ақтарып, ол ойын жасайтын крутой компанияда жұмыс істейтін анықтайды. Офиста Кёя Айконы кездестіреді. Кейін жұмыспен олардың фирмасында суретші болып жұмыс істейтін Минори есімді аққұба қызбен сөйлеседі. Үйде Кёя оның әйелі Акишино сурет салуды бұрын тастап кеткенін біледі. Ол ақпарат іздеуді бастап, Наканоның солай әнші болмаған, ал Сораюкидің бірде-бір сценарий жазбаған біледі. Солай Кёяның өткенде пайда болуынан оның достарының ешқайсының мансабы қалыптаспады. Жағдайды анықтап Акишиномен сөйлескеннен кейін Кёя өзгерісті кезең ойынды жасау болғанын түсінеді. Дедлайн және қайталанатын жұмыстың кесірінен жас достардың шабыты сөніп қалды. Кёя жұмыс істейтін компанияда ұқсас оқиғалар орын алады. Программистер кодтарын жазып уақытылы үлгермейді. Суретшілер керемет графика салмайды. Олар істеген нәрсенің барлығы толық жетілмеген екені сезіледі. Ал компания басшысы қызыл пиджактағы адам просто нақұрыс. Кёя қызметкерлердің ойынды уақытында шығара алмайтынын түсіндіреді. Бірақ бастық қоймай, жасағандарыңды шығара беріңдер поқ дейді.
ойын шикі болып және көптеген қателермен бірге шығады. Күткендей, ойынды сатып алушылар мен сыншылар отзывтарда ойынның быт екенін айтады. Айко бастықпен ұрсысуда. Кенеттен Киоя Нанаконың көшеде ән айтқанын ютубқа салғанын көреді. Ол жағдайды реттеу керек деп шешеді. Ойын басқа движокта қайта шығарылады. Кім быт ойынды сатып алды, оны оларға тегін беретін болады. Ал барлық қызметшілерді отпускқа жібереді. Компания басшысы жынданып жатыр, бірақ оның басқа амалы жоқ. Киоя Минориге Акишино студенттік кезде ойынға арнап салған суреттерді көрсетіп, оны жаңа белестерді бағындыруға жандандырады. Айко Окинаваға кеткісі келеді. Киоя ол жұмыстан шығайын деп жатыр ма деп түсінбей жатыр. Әуежайда Айко Киояны жамандап, компанияның барлық косяктарына соны кінәлайды. Сосын ол ұшаққа жүріп, қайтып келуге уәде береді. Әуежайда отқан Киоя достарының тағдырын ойран қылмау үшін өткенге оралып бәрін өзгертіп мүмкін бе деп ойланады. Кенет оның алдында Кейко пайда болады. Оның түрі бұрынғыдағыдай. Киоя Кейконың уақыт аралығындағы саяхатқа бір қатысы бар екенін түсінеді. Ол Киоядан барыңнан айырылуға дайынсың ба деп сұрайды. Жігіт бәрінен де оның жетістігі достарының жолы болмағанның арқасында келгеніне өкінетінін айтып жауап береді. Үйде Киояны қызы қарсы алып, Акишино салған суретті көрсетеді. Отағасы әйелімен қызын құшақтайды. Түнде Акишино бақытты екенін айтады. Өйткені оның Киоясымен Макиі бар, бірақ арасында ностальгия болып тұрады дейді. Таңертең Киоя отбасымен қоштасады, мәңгілікке кетіп баратқандай. Осыдан кейін ол Кейкомен кездеседі. Ол Киояға достарының өмірі оның ғана әрекеттермен байланысты емес екенін ескертеді. Көптеген себептері бар дейді. Кейко оған шапалақ тартып кеп жіберіп, Киоя өткенде тап болады. Сораюки уже универін тастаған, ал оның алдында Акишино мен Нанако отыр. Уақыт өте келе Киоя Нанаконың тәуелсіз және мақсатқа ұмтылған қыз болу үшін жұмыс істейді. Далада оған перваш қыз соқтығысады. Бұл Минори. Киоя жетістік тәжірибеге байланысты екенін түсінеді. Ол тәжірибе жаман болса да, оны бастан кешіру керек. Кейін Киоя Сораюкиді тауып, онымен кездеседі. Солай достар. Маған досыңның кім екенін айт, мен саған сенің кім екеніңді айтам деген сөзді естіпедіңдер. Егер сенің досың әрдайым насыбай атып ап, Free Fire ойнап, өмірден басқа еш нәрсені қаламайтын болса, оның досы кім? Сондықтан уақыттарыңды бос TikTokқа кетірмей, YouTube'дағы тез киноны қараңдар. Рахмет.